Дипломатиялық қызмет туралы айтып кетсек, дипломатиялық қызмет күні Қазақстан президентінің тиісті жарлығына сәйкес 2009 жылғы 2 шілдеге бекітілген. Жалпы айтқанда, Қазақстандағы сыртқы істер ведомствосының тарихы Кеңес одағы республикаларына шет мемлекеттермен дипломатиялық қатынастарға өз бетінше кіру құқығын берілген 1944 жылдан басталады. Егер тәуелсіз Қазақстан туралы айтатын болсақ, 30 жыл ішінде сыртқы істер басшылығының 12 рет ауысты. Олардың арасында Ерлан Ыдырысов, Қанат Саудабаев және қазіргі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сыртқы істер министрі қызметінде ең ұзақ уақыт болды. Ол ведомствоны 1994-1999 және 2002-2007 жылдары басқарды. Яғни, тәуелсіздіктің барлық жылдарының 3/1 бөлігі. Тәуелсіздік жылдарындағы ең қысқа мерзім ведомствоны 9 ай басқарған Бейбіт Атамқұловтың СІМде министрлік мерзімі болған болатын. Айта кетсек, СІМде басшы ауысқан жалғыз жыл ол 1994 жыл. Министрлер Төлеутай Сүлейменов, Қанат Саудабаев және Қасым-Жомарт Тоқаев болды. Қазақстан дипломатиясының табыстарына еліміздің барлық шекараларын бейбіт демаркациялауды, әлемдегі ядролық қарусыздану жөніндегі бастамаларды, Азияда өзара іс-қимыл және сенім шараларды жөніндегі кеңесті құруды, Шанхай ынтымақтастық ұйымын, Еуразиялық одақты, Астана процесін және тағы басқа бастамаларды жатқызуға болады. Қазақстан көптеген халықаралық ұйымдардың белсенді мүшесі болып табылады. Олардың ішінде Біріккен ұлттар ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ТМД және тағы басқалар. 1992 жылы 2 наурызда Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 46 сессиясының қорытындысы бойынша 46-224 қарармен Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымы мүшелігіне бірауыздан қабылданды. Бүгінгі таңда Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының 15 өкілдігі жұмыс істейді. 1992 жылы қаңтарда Қазақстан Республикасы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөнінде ұйымға кірді. Бұл ұйым ең алдымен Қазақстанда ауған мәселесін шешу бойынша серіктес көреді. Елдің бұл ұйымдағы басты жетістігі оның 2010 жылғы төрағалық етуі болып табылады. Осы жыл ішінде Қазақстан жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Оның ең бастысы 11 жылдық үзілістен кейін Астана Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық саммитін өткізу. Саммит қорытындысы бойынша қауіпсіздік қоғамдастығына қарай Астана декларациясы қабылданды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Қазақстан жақын орналасқан мемлекеттермен қарым-қатынастарға ерекше көңіл бөледі. Қазақстан осы ұйымның пайда болуының бастауында тұрған 5 мемлекеттің бірі. Шанхай ынтымақтастық ұйымының құралғаннан бері Қазақстан ұйымның жұмысына белсене қатысып, 2010-2011 жылдарда арналған ұйымның төрағасы